Ырысбала өзі қаншама миллиард ақша тонады дейді. Оны біз толыққанды білмейміз. Кешегі соттың нәтижесіндегі шығарып отырған ақпарат бойынша Каспий есеп шотында 4 жыл жаңағы сбор ашқан болса, бір айда кемінде 200 миллионнан жиналып отырса, ол кезде 9 миллиард 600 миллион теңгедей деп есептелінді. Бірақ Ырысбала Экранбай бір ғана Каспий шотқа жинамаған сборды, ол да Народный банкте болды, ол да туыстарда болды. Сондықтан қазақ халқы Ырысбаланың ұрлықтарын анықтау үшін халық талап етіп арыз шағымдар жазу керек. Одан бөлек Ырысбала жалғыз өзі тонаған жоқ. Ырысбаламен бірге заң алдында жауапкершілікке тартатын Ырысбаланың ырысты армиясы да бар. Бұл жерде групповой қылмыс қозғалу қажет, себебі ол жерде миллиардтаған ақшалар жымқырылған. Ырысбала өзі және өзінің 2 есеп шоты, одан бөлек бауырларының есеп шоттары және осыншама ақша айналымды көріп отырған ырысты армиясында тексеру керек. Барлығын заң алдында жауапкершілікке тарту керек. Ол болашақта тартылады міндетті түрде. Ырысты армиясына тыныш отырыңдар. Бастарыңа, тілдеріңнен, комментарияларыңнан билетілеп алмаңдар. Алдағы уақытта міндетті түрде жауап беретін боласыңдар. Каждый халықтың қалтасына групповой қол сұққандарың үшін.